Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін өзінің ерекше дәмімен, иісімен көпшілік қауымға ұнайтын өте дәмді ташкенттік шай дайындайтын боламын. Бұл ерекше шайды дайындау үшін бізге апельсин, лимон, жалпы жапырағы, 1 шай қасық қара шай, 1 шай қасық көк шай және 2-3 науат қажет болады. Ең алдымен лимонды 2-3 бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін апельсинді 2-3 тілімдерге бөлеміз. Көк шайымызды және қара шайымызды қосамыз. Ең соңында жалпы жапырағы мен науатты қосамыз. Науатты шайыңыздың дәміне қарай тәтті қылып ішетін болсаңыз, тағы да қосуға болады. Шайнегімізге қайнап тұрған ыстық суды құйып, 2-3 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Міне осымен өте ерекше дәмі бар ташкенттік шайымыз дайын болды. Шайдың түрі де өте әдемі болып шықты. Ыдысымызға құйып ұсынатын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеле отырыңыздар.